Армысыздар ағайын, эфирде Эмик арнасының қорытынды жаңалықтары. Эфирде Нәби қызы Төлеужан. Нығайтылған мал шаруашылығы елімізде жиі айтылатын мәселелердің бірі, бірақ қазірге дейін ешбір нәтиже шығара алмады. Сондықтан мал шаруашылығын дамыту үшін мал тұқымын көбейту қажет. Осылай болса, сапалы, өнімі мол мал саны артуы мүмкін дейді малшылар қауымы. Мал шаруашылығын қарқынды дамытудың бір жолы жайылым болмақ. Сондай-ақ биылғы жыл неше сиыр төлдеді, қанша бұзау ерді. Сүті, яғни етінің сапасы қалай дегенге жыл сайын зерттеу жасап отыру керек. Сонымен қатар сиыр сауарда сүтіне анализ жасап, кейін қандай түрлі мал тұқым санын қосса тиімді екенін зерттесе дейді малшылар. Зерттеу жасаса сиырдың сүтіне де әсер етеді, себебі сүтіне байланысты жем-шөп беруіміз керек қой. Сондай-ақ қандай сиыр тұқымын көбейтсек болады дегенді анықтап отыру керек. Сүт беру мөлшері қосылды ма, сүттің майлығы қандай екеніне назар аударып отырған жөн. Нарық кезінде ең негізгісі малдың сүті, өнімі, сапасы жақсы сиырлардың тұқымын молайтсақ деген ой ферма иелерінің назарында. Сүті қою майлықты сүттер ең сапалы сүттерге жатады. Аталмыш зерттеу барысында мал тұқымын көбейтіп, сондай-ақ мал тұқымын өндіретін орындармен халықты толық мағлұматты болдыруды алға қойғанын мамандар хабарлады. Жұмыс табылмайды деп бойын босқа салғанша мүмкіндікті пайдаланып еңбек етсе тұрмыс жақсаратыны туралы шағын және орта кәсіпшілер дәлелдеп берді. Ойынтия алғашында әпекесі екеуі тігін тігіп бастаған. Даяшылық үйде болғандықтан сатып алушылар аз, өнім өндіретін болмыс шектеулі болған. Енді өзінің өндіріс орнында 10-нан астам адамды жұмысты болдырды. Сүхватыр ауданының көлемінде шаруашылық бірлігін құруды жөн көрдік. Бізде 15 машина жұмыстайды, ал 2-ден 3 машина жұмыстататын азаматтар бізге бірігуді ұсынып отыр. Осы іс-шарада 600 адамды қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгін оның тігін өндірісінде 10-нан астам адам жұмыстайды. Олардың аудандысы 30-дан 50 жас аралығындағы әйелдер. Бір тігіншінің үйінде 5-тен 6 жан деп есептегенде көптеген отбасының тіршілігі тұрақтанған. Мен 4 жыл жұмыстадым. Тіршілігім жоғарылап, жақсарып қалды. Осы 1-2 ай болды, жұмысымыз тоқтап, демалып жатырмыз. Тігіншілердің жұмысын тоқтатпай жұмыстаған жөн болар. Шағын өндіріс болса да, осыған көңіл аудару керек. Ойыншымық сияқты отбасы кәсіпшілігін кеңейтіп, жұмыс орнын молайтқысы келген 28 отбасының 110-нан астам азаматына Сүхватыр аудандық шағын және орта өндірісті қолдау орталығы тегін жұмыс орнымен қамтыды. Мұнда тігін тігу, пішу, қолөнер, балуарсақ, ұста қатарлы көптеген шағын және орта кәсіптерді жұмыстап көпшілікке даяшылық жасады. Оқыту семинардарына отырып, қалай жоба құрамыз, қалай банктерден қарыз аламыз, қайсысы тиімді дегенді үйрену керек. Осыған байланысты үйретулер өте көп ұйымдастырылып жатады. Мына азаматтарымыз өзін ары қарай кең көлемде дамыту керек. Біздің талаптан да қолдап отырамыз. Астана көлемінде қазір 400-дей шағын және орта кәсіпорын жұмыстайды. Олардың мүмкіндігін толық пайдаланғанда сыртқа шығатын ақшаның мөлшерін шектейтін мүмкіндік бар дегенді шағын кәсіпкершіліктер де дәлелдеп отыр. Мәселен, жол құрылысының компанияларын жұмыс киімін шетелдерге тіктіргенше осындай ұлттық өндірістерге берсе, көптеген отбасына септігін тигізері сөзсіз. Қысы қатты батыс аймақтардың қатарынан Запхын аймағы да көрінді. Аталмыш аймақта электр қуаттары тоқтап, Сумын аймақ арасындағы жолдары бөгелген деген мәлімет жеткізілді. Запхын аймағында 8 мыңға тарта малшы ауданында 2 миллионға жуық мал қыстатып отыр. Биылғы жыл аталмыш аймақтың Сесінол, Сөңгін, Байырқайқын, Нөмірік, Идір сумындарында қар қалың түскенін жергілікті жер ауа райын зерттеу орталығы хабарлады. Запхын аймағында түнде ауданды өлкелерде 44-тен 49 градусқа суытып тұр. Байынтес, Ихот, Отқын, Сесінол сумындарында қатты суық байқалды. Олардың ең жоғарғысы 50-ден 52 градусқа жеткен. Ауа райы күрт суытқанына байланысты аймақ аралық жолдар бүлінген болатын. Аймақтық жол жұмысшылар ұйымы бөгілген шыңдарды яру, Хүтіп шыңы, Байырқайқын сумыны, Нөмірік, ал Сесін тауының Мазар шыңы өлкелерінде жағдай ауырлаған. Сондай-ақ қыстың суытқанына байланысты аталмыш аймақтың кей сумындарында электр қуаты үзіліп, тұйықталған мәселелерде аз емес. Екі сумының жағдайы өте ауыр болып тұр. Ұрғымыл Дөрбілжін сумындары күн энергиясын жинайтын жарықты пайдаланады. Күн жақсы шықпағандықтан энергия жинап шыдамайды. Сондықтан осы екі сумынға кешкі сағаттарда дизель жағатын мүмкіндік тудырдық. Қазіргі жағдаймен жағдайы ауырлаған Ұрғымыл сумына дизель электр тоғымен қанымдау үшін 20 миллион төгірікті аймақ әкімшілігі шешіп берді.
Аталмыш аймақтың 24 сумының 14-нің жағдайы ауыр деген мәлімет келген. Бүгінгі ақпаратқа сүйенсек, соңғы сумында 1000-ға тарта мал, Сесін сумында 1600 басты мал шығынға ұшыраған. 2011 жылғы Фукусима Дайши электр станциясынан шыққан апатқа байланысты Токионың электр станция саласындағы басшыларға сот орындары тергеу жүргізіп бастады. Аталмыш орында басшы болып жұмыстаған Кацумата сондай-ақ орынбасар директор қызметін жүргізген Масатакаларды тергеуге алып, апат кезінде жоспар бойынша жұмыс атқарды ма дегенге тексеру жүргізді. Фукусима әкімшілігі және тұрғындар үкімет орнымен Теппок ұйымы ауыз біріктіріп, апат кезіндегі ақпаратты анық таратпай отыр дейді. Кейбір заң орындары аталмыш апат бір ғана адамға жүктелу мүмкін емес екенін айтты. Сондай-ақ заң тарапынан табиғат апаттарын алдын ала ескертіп және денсаулыққа зиян жеткізетін кері әсерлерін халыққа толығымен ақпарат жеткізген болатын. Корея мемлекетінің орнынан түскен президенті Ли Мен Бактың туған ағасы пара жемқорлық қылмысымен 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Заңгер Ли Сян-дюктің 2007 жылдан бастап 4 жыл ішінде мемлекеттік 2 банкіні басқарған уақытында 700 мың ақш долларға тең келетін пәре алды деп Корея мемлекеті соты көрген. Халық сенімін ақтамай бірнеше қайта заң бұзған деген негізбен сот орны оның ісіне қарап 3 жыл бас бостандығынан айыру туралы жоспарласа да, ол өзінің қылмыс жасаған жоқ деп ақтағандықтан сот шешімі жеңілденіп 2 жылға сотталды. Бірақ сот мәжілісінен кейін ақтаушылары келесі сатылы сотқа шағымданамыз деп мәлімдеді. Оған тағылған айып туған інісі Ли Мен Бактың атына кір келтіріп зақ түсіру үшін әдейі тағылған қылмыс деп саясаткерлер мәлімдеп отыр. Сонымен қатар келесі айда болатын Кореяның көктем мерекесінде Ли Мен Бак орнынан түсерден бұрын бірнеше азаматқа рақымшылық көрсететін жоспарлап отыр. Президент туған ағасында осы рақымшылыққа қамтып босатуы мүмкін деп қарайтындардың да саны молайды деген мәлімет тағы да бар. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Амыржайыштарбы күнді көргізілер, емел жетелбесінің табатылда белеткен бүгінгі медебісті тамжылып тұрбыз. Екі жүтке мал ажыл ағай деп біз состын олыс 10 ажық жыл қавашлажып тұрар. Инжалда ба ажыл керек болбайынан бүгінгі жетір жарып келді деп албанның күзлері айтып олырдар. Екі жүтке мал ажыл ағайының көкжедерді егезінде елжеті малтын отымның меделетін жандылық болыр өжірлік. Ба ажыл керек жер болса ажық шемізі екі мал-малдар арғалық болыр өрген. Екі жүтке мал ажыл ағай көкжедері одар белжерінің малын малдарынан өске. Жиелезі бұл жылын қашынен оғалтадыр біз. Үнген бұзаларыны етке керейлер деп тежербе, сүттін ине қылыр өскірер бе дейірзін, мұрын екі қандыр бодан дұрар жүрдік. База інек сарды сүтінге шинжілел қалып, ыңға қандық төрелден инек өскірерін тоқтадыр. Үнжанғаш малчынар нарғын шинжілел санашқын қалып, өреніп керек деп албанның күшілері айтып тұру. Ай саны шинжиледер болса екі. Инектің сүтінге шинжілел қылдыртып, жуыт отап тұрарын білір арғалық. Базақай инектің сүті өскір тұрар дейірзін, біліп алғаш, ол инекті өскірер дейін кебірілдік. Бұл зақчы елдің уезінде ылаңғы үскір, кежінің қатық шылыңға тузалық, уырақтық сүттік инектеріне екі малдар болса екі деп көріп тұрар біз. База керегілекшілер ұлық зады балыр болғаш, масчин күжлерінің кірілгезі ұлғатар өжерлік. Бұл кептік шинжилер жортуыр болса малчылар малдың отымның жындылық болыр. Ажылдың ажық тузазының қайта қандық төрелді мал ажық шемелік, жергелік, меделелдік болыр. Инжанға шынарлық мал өскірер арғалық деп албанның күжлері айтып тұрлар. Ажылдыпты байынан тұр деп соңғар одырар емес, отында тұрар арғаларыны жөп керегіліп ажылдап шатар болса, жағай жұрттар арға барды биче ортымақ бүдірілге іштенікчілер айтып олыр. Харын бүдірілгесін екі жетіп көкжүдерде үндезінің бүдірілгесін жаштыққынан кіріп кейіп тұрар, дөй төрелдің паранарынан қаңбалар, түрі жазақтың тағыштырылғалар керек боп тұрар. Ойынтия егезінде ұғвазынан қаты, елен іштеніп тағыраныр ажыл қылып, жұртталғазын ап жорып тұрған үрген. Өңгі ажылдап тұрған ұжын керегілекшілер ebеш, бүдірілге жортуыр арға қоқшақ тұрған деп, онзалап қойшылап тұрған. Қарын бөгін ботыну дейін бүдірілге қылыр жерлік боп, мұнда он ажық кежіні ажылдың олыртты қылып тұрар.
Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол одоо Бүгін дүүрэг жергесінде дарааныгчыларның холбоо тургузар ужирлыг деп көріп тұрарбыз. Бізде 15 дараг машин бар болса, бізден дөй ажыл қалып тұрар. Кішілерінің қата көбейк машинік болыр болса, ажыл жедешкіндік жортынар. Мол ұзылып соңғы үйеді, бүдіріп тұрғызар ажылдар көбей жортынып тұрар. Бұл ажылдарға жергілежіп, ежінен 3000 кішілерінің едік кеп дарар ден төзін қата алғаш қалыр болса, біздер орылғалы кірілгелік болыр ужирлыг біз. Бүгін бұл тарық бүтірілгезінде тоқтамал 10 ажық ажылдақшы ажылдап тұрар. Оларның ұлы кезі үжен бежен жеткен жашты хереженер ажылдап тұрар. Бір хереженің артында 5-тен 6 кіші бар деп ботарда көбей кішілеріні ішті тодық, ажылды кірілгелік болырда тоза бап тұрар деп ажылдақшылары хошылап отырдылар. 4 жыл ажық ажылдап тұрар мен. Ажылым кем жоқ 2, соңғы елдерді өреніп татылғып тұр мен. Тоқтамал ажылдап шалыңнық болыр болғаш, жорталғам кем жоқ. Жарты үйедегі керегілікшілер жоқ болғаш, өгет іштаныр үйелер база таваршып тұрар. Дараны бұстанып тұрар кішілеріні жалаң ажылды кірілгелік қылыр ұжын, ұлы компанар пече да болса, үндезінің бүдірлігелеріні деткіп, қылдыртып тұрар жүвелерін бізге қаразатып бер болса, 2 деп бодап тұр мен. Ойынчымық ұғайнын дөмей өрегенін бүдірілгезін қалбартып, ажылдық орылғалық болыр күзел жүткілдік, деріпсіз өрегенін 110 ажық жұрттақчыларыны, Сүхбаатар дүүріктің бичі ортымақ бүдірілгелеріні деткер төптен үне төлбір жоққа ажыл қылыр жерінен қандырып тұрар. Бұл жерде тараныр, ұстаныр, ходиш, нарын бауырсақ, херел жорық, тарған селбірден көбей атырыны бичі ортымақ бүдірілге іштенікчілер ажыл өлезін чортып тұрар. Сүхбаатар дүүрік жергезінде 6000 ажық бичі ортымақ бүдірілге іштенікчілер бар ден албан әбес санашқын бар. Онды күжін бичі ортымақ бүдірілгенің төвінде бүдірілге жортып тұрар. Жеріпсіз өрегенің қызғардаттын бас қай болыр көбей өрегелерге бүдірілгезін 2 жетіп, ажылдың олырттық немер оғланышқынлық деткіп ажылдар біз деп албанның кішілері онзалап айтып тұрған. Өретілге санашқынға хамартып, бизнес қанжап қалбартыр төсілін қанжап бежер, ажылын қанжап ұштап баштар жергелік өретілгелеріні ұлық жардыр болса 2. Үндік ұжын бұл кішілер боттарын болып сұрадып 2 жүткілдік ажылдап керек. Харым біздің талабыстан болса, деткіп ажылдар ұжырдық біз. Бүгін жүгілен Айслал Хорай жергезінде 400 ажық бичі ортымақ бүдірілге ажыл өлезін жортып тұрар. Оларның ажыл қылыр арғазын жөп жүға ажылап шадар болса, мұрны қожа көрнеже қап өніп тұрар. Ашқанын ағымын кеженіп болыр деп бичі ортымақ бүдірілге іштенікжілер айтып тұрған. Жиелезі орық тұдыңның компанияларының ажылдақшыларының едік хебі. Албан мұрны қожа көрнебізше жағалап тағаратпас, іштікке тараныр сейкілерге жағалғызын бер болса, көбей жұрттақшыларымыз ажылды кірілгелік болыр арғалар бар ерген. Көжі жұрттық тұрар барын аймақтарда етчің бұш айттыры бергедеп тұрар. База сұмын оран жұрттың арасында артысында орықтар, мұңғардар байталдық тұру. Нзахун аймақта 6000 ажық матчин өрегеде 2 сая ажық мал қыштап тұрар. База башқа аймақ сомынларынан 8000 ажық башмал отырлап тұрар. Бұл жылын сесін оғыл, сөйінген, байын қайырқын төтіпте, нөмірік, байын тес, етір яру сомынларда қар қылын düşкен ағар бойдыс онзағай сауып тұрар деп, оран жұрттың ағар бойдысының жерінен меделеді. Захун аймақта дүні ұлы кезек жер жұрттарында 4-4 градус едіп соғып тұрар. Бұғын байын тесихол, сетсін оғыл, төдіпте жергедік соманларда тұққа соғып тұрар. Ағарда беженнен 1 градус едіп соғып, жерінің көрезінде болса, беженнен 2 градусқа едіп соғып тұрар. Ағар бойды соғып тұрар болғаш, оран жұрттың болғаш, ұлыс жергелелдік артысында орықтарының қарын, аймақтың апта орық ажығылар албаны шеберлеп тұрар. Қарын, оран жұрттың артысында орықтар, яру болғаш өтіпч, байытыстының арты, байын қайырқын сомының төнүт, нөмірік, сетсін оғыл, марзы арттың орын қар базып, ай дедір жорғырда берге сааттық боп тұрар үрген. База дөт бүті сәкілған ерчім күш айттыры Захун аймақта толжып тұрар. Орғымыл дөрбілчін сомынлар 2009 жылда күнін ерчім күшін еге өндірілгезінге ұлан. Қыштың уезінде күнін ерчім күш қоқшақ күшін сомынларының ерчім күш айттыры бергедеп тұрар. Үй сомының айттыры бергедеп тұр. Орғымыл болғыш дөрбілчін сомынлар күнін энергизінен ток сәкілған ап тұрар. Қыжын соп күнін энергізі 2 сенік албас өжін бол сомынларының жұрттақшыларыңға кеже 3 шаңның үйелік дизель станция ажылдадып тұрар біз. Соп тұрар ұжын жартық станцияларда бостып сағатып тұрар. Біз қай болыр жұрттақшыларымызға үзік жоқ тоқ жедірер ұжын бодыбыстың хіребістен жүткілдік ажылдап тұрар біз. Амдызында қыжы жудаңғыр тұрар, орғымыл сұмызының ерчім күш айттырын, дизель зәкілған шетбірлер деп бензин масылдың жеру сая төгірікті ет көрінгі айттырын аймақ шетбірлеп беріп тұрар. Захун аймақтың жеру дүрт сұмынларының 14-інде қыжы жодап тұрар. Амдызында байдалдан сөнгін сұмында 1000 ажық, сел ол сұмызында 1600 ажық мал жұтқа алысып тұрар. Харын нейті
Аймақ жер кезінде 4700 ажыг мал жутқа алзып тұрар деп меделел беріп келген. Амдасында байдалдан сөңгін сумында 1000 ажыг сел ол сумызында 1600 ажыг мал жутқа алзып тұрар. Сақун аймақта нийті аймақ жер кезінде 4700 ажыг мал жутқа алзып тұрар деп меделелді беріп тұру. 2011 жылда Фукушима Дайчи атомның сақилған станциясына өнген озал абарға хамаралдық айттырыңнан Токионың эрчим күчтүн тургузуунун даргалары Боолустун шүүхү тургузуунун төлөзү байжа белгилендир. 2011 жылда Фукушима Дайчи атомның сақилған станциясына өнген озал абарға хамаралдық айттырыңнан Токионың эрчим күчтүн тургузугларынын даргаларынын Боолустун шүүх тургузуунун төлөзү байжа белгилендир. Ол жерде бу тургузууну башкарып турган Сунхехиса Катусумата төрө башкарып ажылдап турган Масатака Шимузуларына байжап бойдустун болгош башка төрөлдүн камшык уезинде ап керекжидер бу тургузуунун табашып болор айылдын төлөблөрүн быжыглар бу төлөблөрдү тутуп ажылданба дээрисин Тодаратор жүрлі кірген. Фукушима жазақ жағырғанын жерінің жұртақчы араттар жазақ жері болғаш тепоктың башқарақчылары сөстін доғыржып озал кемдел табаржын үйеде жиді керелдің тарамадын шын жиге меделелді жайырып басқан деп көріп тұрар егін. Инжазада жарты қойды шинжекчілері бұл озалдың қарызылғазын құм бір кішіге жүктетіп қарызылға онатыр арға жоқ деп көріп тұрарын меделе бегелен. Жиелезе шүүхі бойдустун камшығының морнап серімжилеткен дерізін болғаш Фукушима Дайчи атомның станциясынан ылғарылған жиді қоранның керел кижінің қатықшылығынға бағай салдары арттырар деп қойды язығар албан язылық бадытқар ұжырлық болыр жүрген. Бүгін жаңған айралдық Солонгос облыстың төренің баштыңның хүлелгілік ажынан қостатынып тұрар. Ли Мyon Бактың төрен ақызы абылғал алған керектен 2 жылдың хорор яла жүктендір. Бүгін жаңған айралдық Солонгос облыстың төре баштыңы хүлелгілік ажынан қостатынып тұрар. Ли Мyon Бактың төрен ақызы абылғал алған керектен 2 жылдың хоротнар яла жүктеп тұрар. Хойлчы тұрған Ли Сан Дюк 2007 жылдың 4 жылдың үйелік Боолустун ие банкызының башқарып ажылдап тұрар езінде 700 мың ам долларының абылғал алған деп Боолустун шүүкізі көріп тұрар. Жұрттақшыларының идегелін осқынған хойлы хажетқан қылын ұтат ара қылған деп үндезілеп шүүкі тұрғыздық оң керен шу 3 жылдың яла онадыр деп төлелеп тұрған болса да, шииткелін біште жымжатып 2 жылдың яла жүктеткендір. Инжазада шүүкі құралтын артынан оң болжықчылары ажып жарғыла жер жаданын шүүкізінге оғланыр біз деп білдірген. Înға жүктеткен ялабо күжінің қады төрен Думазы Ли Мyon Бактың алдар атанға бағай салдары арттырар деп орылдажып тұрар. Улус төренің намнарын қылып тұрар жоғамыл керек деп жарты улус төретшілер көріп тұрар дерізін білдіріп баштап тұрар. Боғын жергележіп келір айда болыр деп тұрар. Солонгостың шаға айының байырлалдан Ли Мyon Бак хүлелгелік ажынан хостатынарына морын көвет жұрттақшыларға өршел көргізер деп тұрар жүн төре баштыңы бодының қады төрен ақызынға бұл өршелдің көргізер бе дерізін ажығылап көріп тұрар жұрттақшыларының саны күннен күнде көбейтіп тұрар. Күнділік өрізлеріміздер бүгдегі бүгінгі тұбадылда белеткен медебісті тамжыттығыз. Таразында қаттау жирашқы же, ал аймаққа жон жүркілі менді жағай. Менде хэмбайнагтын юткаар хатна. Брэдсэн олондоо зориулан хүргэдэг MN2 телевизээ брэд айлгаар бэлтгэх мэдээг хүлээн авч үзээтэй. Эрчим жуулган мал аж ахуй гэж манай гүрэн 10 гаруй жил хөөрөлдөж байгаа. Тэгтээ мөнөө хүртэл тодорхой өрийн дүнд хүрээгүй байгаа албаны хүмүүд хөөрөлдөж байгаа юм хөө. Эрчим жуулган мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд анх төрөшөө удаа малаа өдмөс сантай болох юм байна. Ингэхнээр ашиг шимтэй хайн мал өсгөх боломжтой болох юм л да. Энэ ажлын үр дүнгээ өгш ихэж байгаа маршал хөөрж байгаа юм хөө. Эрчимшиг мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд бишээрээ мал аж ахуйгаа өөр байдаг. Жишээ нь хадаа энэ жил хэдэн өхөр туулах вэ гэдэг гаргахан туглаа мяхны шиглэлээр өсөх үү, хүүний шиглэлээр өсөх үү гэд тэдгээр эртний тоосолхон бодох байх хэрэгтэй юм хаа. Мөн үнэгээ саахта хүнд нь дун шинжилгээ хийж цаашдаа ямар үйлдвэрийн өхөр өсгөх зэрэгээ тодорхойлно. Энэ мэтээр маршал наан захын тоосоо хийж хурахах хэрэгтэй болоод байгаа юм байна хаа. Сар болгон өгснөр бол шинжилгээ хар бүр өгш шадааха үнэнөндөө хүүнд нөлөөлнө. Тийэд үнэндөө өгш байгаа өвөө тааруулна. Цаашдаа ямар өхөр олов болгож үржүүлэх гэдгээ мэдэх боломжтойгоо. Тэгэлгүй яханда ямар үнэгээ хүү ихэтэй байгаа гарч шадах. Хүүний тослог шинжилгээгээр харж болох. Тэгээд тэр үнэгээ өөрийн төлөлийн цаашдаа өсгөж авах хэрэгтэй гэж биднээ бодолж байна.
Энэ зах зээлийн үед Мөнөөгөө энэ зах зээлийн үед тэрэн дундаа хүүний туслаг өндөртэй үйлдвэрээ үхрийн үржүүлэх хонёрхол их байна. Тэгээд пермезэд анхааралтай авахан байгаад биднээ их хөвгүйтэй байна. Яагаад гэвэл хүүний өтгөн туслаг хайн байгаа учраас баха мяхан хайн байдаг талтай л да. Ийхүү шинжилгээ хийгнээр маршад малангаа удмын хайн болгож шадах юм. Ингэхнээр хааны ямар үйлдвэрээ мал ашиг шимтэй гэдгийг мэдээсэлтэй болж шадах юм байна хаа. Ингэхнээр шанартай мал өсгөх боломжтой гэж албаны хүмүүд хөөрөлдөж байгаа юм хаа. Ашиг хийх гэхээр олдонгүй гүш хойш хуухай биш. Нөхцөл болцоогоо зөв тоосон хөдөлмөр шадаа хайн амьдрах боломж байгаа жирэг дунд үйлдвэрээ эрхлэгчид хэлж байгаа юм хаа. Харин үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд тулд өндөхний үйлдвэрээ импортын ажил төрөлд байрахаа хамгаалахад төрлөө зохицуулах хэрэгтэй байгаа гэдгийг тэд хэлж байгаа юм хаа. Оюун туяа анхад түрүүн ихштэйгээ хоёулаа оюутлынгоо үйлдвэрийг эрхэлж амьдралаа аж ахуйгаа залхуулдаг байгаа юм байна хаа. Гэрээрээ өөрчлөлгөх хэдэг тэдэнд худалдан авагчд нь бишээхэн үйлдвэрлэл явуулах нөхцөл боломж хязгаарлагдал байхан учраас харин өнөөдөр өөрийнхөө үйлдвэрлэл эрх байртай болж 10 гаруй хүний ажлын байраар хангаад байгаа юм байна хаа. Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол Мөнөө биднээ Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд ойдлогчны холбоо байгуулахаар ажиллаж байна. Ушир нэгээ намтай адил 5 машаантай, 3 машаантай гэдэл дүүргийн хэмжээнд бараг 100 гаруй машаантай занууд маандаа арахаа жагсаад байна. Тэгээд бултаараа хамтран энэ бүтээн байгуулалт олон хүний ажилтай болгоно гэд байна. Тэгээл маандул тэрэнэ бишээхэн ч гэсэн хэсгийг авж ажлыг ихэн бодолтой байгаа да. Өнөөдөр түүний ойдлын үйлдвэрт байнгын 10 гаруй ойдлогчид ажиллах хийж байна. Тэдний дэглэнхийний 50 нахны эмэгтэйшүүл байгаа юм хаа. Нэг эмэгтэй саан дундажаар 5-6 хүн байгаа гэд бодохоор олон айлын гэдэс сатгалан мөрний бүтэн тулж байна гэдгийг ажиглахад хөөрөлдөж байгаа юм хаа. Биднээ нийт 4 жилдээ ажиллаж байна. Энийх хугацаанд манай амьдрал тодорхой хэмжээнд дээшлэхэн гэж биднээ боддог. Тиймээ маандад 1-2 хард ажилгүй бошоод тийгээд биднээ гэртээ амраад л өнгөрөөдөг дөө. Монголын ард зооны ажилтай байлгахаа тулд манай компаниуд бишээхэн хамаагүй оюулах юм Монголынгаа жижиг дунд үйлдвэрээр оюулж байгааха энэ нь их зөв-зөвтэй ажил болж байна гэж биднээ бодож байна. Яг л оюун шимэгтэй адилхан өрхөнгөө үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлынгаан байрыг бий болгох хүсэл эрмэлзэлтэй 28 өрхөө 110 гаруй ард зооны Сүхбаатар дүүргийн жирэг дунд үйлдвэрийн дэмжих төвөө үнэс сэнэгүй ажил эрхлэх байраар хангаж байгаа юм байна хаа. Энд ойдол эсгүүр, гар урлал, нарийн бов, гэрэл зураг, дархан сэлбэр гээд олон жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа явуулж байна хаа. Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд 6000 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгч байна гэхэн албан бус судалгаа бий. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрийн төвд үйлдвэрлэл явуулж байгаа 28 өрхийн хязгаарлахгүй али болох олон өрхийн үйлдвэрлэлээр хайшруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр дэмжин ажиллана гэдгээ албаны хүмүүд хөөрөлдөж байгаа. Сургалт судалгаа хамруулдаг. Тэгээд бизнесээ яаж хөгжүүлэх вэ? Төслөө яаж биших вэ? Зээл яаж авах вэ? Тэгээд хэндэх хандах вэ? Тийм хургалт их хэмжээгээр маандууд явуулдаг. Тийм учраас тэр хүн хадаа өөрийнхөө цааш нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд эршимтэй, зорилготой ажиллах хэрэгтэй. Тэг шадааха маандууд шадах шинээгээр туслах болно. Өнөөдөр зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд 400 гаруй жирэг дунд үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм хаа. Тэдний нөөцөв бололцоог зөв үр дүнтэй ашиглаж шадааха урд хөршгөө урсгах мөнгөний урсгалыг хязгаарлаж болно гэдгийг жирэг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчид хөөрөлдөж байгаа юм хаа. Тодруулахаар зам харгын барилгын компаниуд гэхэд л ажлын хувьсаа заавал урд хөршгөө захиалаад хийлгэнгүй. Дотоодынгаа оюутлын цаг хөвгдөө захиалга өгөхөд л олон монгол өрхийн амьдралд нь бодит дэмжлэг бол шатна гэж хэлж байгаа юм хаа. Угуулжил хүндэрхэн байгаа Баруун аймагт Завхан аймагт эршим хүчний доголдол гарч байна. Баха хум орон нутгийн хоорондоо зам харгыг даваа богдоход лөвтэй байгаа юм байна хаа. Энэ тухайн мэдээллийг мөн танадаа хүргэх юмнэ. Завхан аймагт 8000 гаруй машин өрхөд 2 сая гаруй мал өвөржиж байна хаа. Мөн бусад аймагт хумдээ 86000 гаруй толгой мал оторлож байгаа юм хаа. Мөнөө жил Сэсэн уул, Сонгон, Баян хайрхан, Төдөвтэй, Нүмрэг, Баян тэс идэр яруу гэсэн хумд сахи ихтэй байгаа юм хаа. Цаг агаараа онцгой хөтөрлийн орон нутгийн ухас агуурын газар хаа мэдээлэлний мөн танадаа хүргэх юмнэ.
Завхан аймагт хадаа шөндөө 44 дөшин их хүртэл хүйтэрж байна. Энэ баянтэс тосон их уул төдөвтэй гихэн хумдуудад илүү их хүйтэрж байгааны мэдэгдэн. Хэдих хүртэл хүйтэн болоогээ агаарта 50-52 хүртэл хөрсөндөө 50-55 градус хүртэл тохиолдон ажиглагдсан байгаа. Цагаагаар хүндэрснээс орон нутгийн болон цагаагаар хүндэрхнээ орон нутгийн болон улсын шанартай зам харгын даваанаа сахия аймгийн автомашины ажлаа албаны цэвэрлж байгаа юм байна. Харин орон нутгийн зам харгын яруу болон хөтөвш байсын даваа баян хайрхны хумээ тоонот нөмрөг сэсэн уулдэ марзын даваа хаагдаж хүндрэлтэй болоод байгаа юм байна. Мөн дэд бүтц сахилгаан эршим хүчний доголдол Завхан аймагт гараад байна. Ургамал дөрвөлжин хумын 2009 онд нарны эршим хүчний их үүсвэрт холбоохон байна. Өвлөөс цагт нарны эршим хүч холордог хумын эршим хүч доголдсон байгаа юм. За хоёр сумын асуудал хүнд байгаа. Энд одоо ургамал дөрвөлжин 2 хумнахад нарны сахилгаан өвтгөрөөр ажилладаг. Харин энэ өгүүлээ хүтний үед наран гарахгүйгаас бол хүрлцээтэй сэнгээ авшиж чадахгүй байна. Инээндээ уламха энэ хоёр хумын зануудад дизель станц бариад өдөртөө 3 цаг ажиллах ийм байдалтай байна л да. Ер нь хадаа өгүүлээ шинэ сахилгаан станц холбоохон уширхаа гэмтэл завхар их гарч байгаа. Тийм уширхаа нийлээд ажлуудыг хэрж байна. Мөнөөгөө байдлаар үгэршүүд хүндрэн ургамал хумын эршим хүчний дизель сахилгаанаар шийдэхээр 20 сая төгрөгийн аймгийн төвөөр шийдэхэн байгаа юм. Завхан аймгийн 24 хумаа 14 хуманд өвөржилт хүндрэн байна. Мөнөөгөө байдлаар сонгон хуманд 1000 гаруй, сэсэн уул хуманд 1600 гаруй мал хорогдолтой байгаа юм байна. Харин баян хайрхан идэр нөмрөг яруу зэрэг хуманд 400-500 гад мал нийтээ аймгийн хэмжээнд 4700 гаруй хорогдолтой байгаа юм байна. Бүгд найрамд Солонгос улсын албан тушаалаа бууж байгаа ерөнхийлөгч Ли Мен Банк төрөхөн анхны авилга авахын хэрэгээр 2 жил ял шагнахан байна. Энэ тухай мэдээллийг мөн танада хүргэмнэ. Хойшаасан Ли Сан Дэкүй 2007 онд 4 жилийн хугацаанд тус улсын 2 шиг банкны тэргүүнээр ажиллаж байх хугацаанд 700 мянган $ам авлага авахан гихэн тусах хуулийн шүүх үзэхэн байгаа юм. Ардас оноо итгэлийг алдахан хууль бус үйлдэл удаа дараа гихэн өндлөөрээр шүүх байгууллагын түүний хэргийг шүүн хэлсэж 3 жилийн ял оноохоор төлөвлөд байханш тэрээр өөрөнгөө гэмти буруутай үйлдэл хийгээгүй гэдгээ мэдэгдэхээр байхан уширхаа шийтгэлийг бага зэрэгээр зөөлөж 2 жилийн ял оноохон байгаа юм. Тиймээ шүүх хуралдааны дараагаар түүний өмгөөлөгчд нь давшис алдах шатны шүүхэд хандна гэдгээ мэдэгдэх юм. Түүний оноохон шийтгэл нь түүний төрөндөө Ли Мен банкын нэр хүндэнд сөргөөр нөлөөлөх гихэн улсад төршийн хөшингүүд нь зөвгөө зохион байгуулах зохиомл хэрэгж зарим улсад төршид үзэж байгаагаа мэдээлсэж байгаа юм. Үүнээс зэрэгсээ ерх хардуулах Солонгосоо сагаан харай баяраар Ли Жанг албан байгууллагын тушаалаа буух өмгөөлөх хэдий ардас оны өршөөл үзүүлэхээр төлөвлөд байгаа учраас ерөнхийлөгч өөрийн ахда ийм өршөөл үзүүлэх хэсгийг ажиглагчид ардас оны тоо нэлээд нэмдэх гэх мэдээлэл ирж байгаа юм. 2011 онд Фукушима Дайш сүмэн сахилгаан станцд гархан осол гэмтэлтэй холбогдуулан Токио сахилгаан эршим хүснээ байгууллагын гүйцэтгэх захирлуудын тус хүрнээ шүүх байгууллага төлөөлөгчд бусаагаад ихэнхэн байгаа юм. Тухайн үед тус байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байхан Кацуутмата ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхан Масута Нарая байсан хараа байгалийн болон бусад төрлийн гайхамшигын үед авшиг хэрэгжүүлэх тус байгууллагын эрдэслийг төлөвлөгөөг тодорхойлох энэ төлөвлөгөөний дагуу ажиллахан эсхийг тоотоох учиртай байгаа юм. Фукушима засаг захиргааны нэгжийн оршин хуугчид засгийн газар болон Жапоны удирдлагын үүсгэн тохиорох осол гэмтлийн үеэр сасраг идэвхтийн үнэн бодит мэдээллийн нуун дарагдуулах гихэн үзэж байгаа юм. Тиймээ зарим хуулийн шинжээчид энэ ослын хариуцлагыг хэн нэгэн ардас онд хүлэөлгөн хариуцлага тоосох аргагүйгээс үзэж байгаагаа мэдэгдэж эхэлхэн байна. Тодруулахаа шүүхийн зөвгөө байгалийн гамшигыг урьдчилан анхааруулах гэдгээ олон Фукушима Дайш сүмэн сахилгаан станцаа ялгаран сасраг идэвхтний ийхүү элүр мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх гэдгийг хуулийн дагуу албан ёхоор батлах шаардлагатай болж байгаа гэдгийг онцолж байгаа юм. Хэнтэдэ мандэ бэлтгэн мэдээ хүлээн авч үзэхэн та надад баярлаа. Дараагийн га той мэдээгээр дахин уулзатраа түр баяртай. Хайхан амраарахтэй.